Ассалаумағалейкум, қазақ елі, жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Жаңа жәрдемақы енгізіледі. Министр алдағы өзгерістерді жариялады. Мәжіліс мақұлдаған заң жобасында бірінші топтағы мүгедектерге күтім жасайтын азаматтарға жаңа жәрдемақы түрін енгізу қарастырылған. Мәжіліс әлеуметтік қорғау заңнамасына енгізілген өзгерістерді бірінші оқылымда мақұлдады. Заң жобасы бойынша азаматтардың кейбір санаттары үшін жаңа жәрдемақы енгізіледі. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Серік Шапкеновтың айтуынша, заң жобасы мүгедек адамдар, мүгедек балаларды тәрбиелеп отырған отбасылар, еңбек ардагерлері және басқа да санаттардағы әлеуметтік қолдау шараларын жетілдіруді көздейді. Сосын мүгедек балаларды тәрбиелеп отырған отбасылардың бала кәмелетке толғаннан кейін де тұрғын үй кезегінде тұру құқығы сақталады. Қазіргі кезде ондай отбасылар тұрғын үй кезегінде 10 жылға дейін тұрады. Бала 18 жасқа дейін толғанға дейін тұрғын үй берілмесе, мүгедектігі бар азамат кезекке қайта тұруға мәжбүр. Ал жаңа норманың арқасында 20 мыңнан астам отбасы тұрғын үй кезегін сақтай алады. Заң жобасында мүгедек балаға күтім жасау мерзімі 18 жасқа дейін ұзартылып отыр. Бұдан бөлек, заң жобасы аясында 7 жастан 16 жасқа дейінгі балаларды мүгедектік топтары бойынша бөлу қарастырылған. Бұл шара көрсетілген оңалту іс-шаралары мен әлеуметтік көмекті, соның ішінде балалар аурудың дәрежесіне қарай жәрдемақы мөлшерін саралауға мүмкіндік береді. Сондай-ақ мүгедектігі және асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша жәрдемақыны бір мезгілде алу құқығы беріледі. Министрдің сөзіне қарағанда, осының арқасында асыраушысынан айырылған және мүгедек бала тәрбиелеп отырған отбасылардың табыс деңгейін арттыруға мүмкіндік береді. Мінекей достар, осындай болды жаңалықтарымызды ары қарай жалғастырамыз.